20-20 сәлем. Біз бүгінгі видео сабақта керемет видео жасайтын боламыз. Яғни, жазған жазуыңызды қолмен жазғандай етіп, сіз видеода немесе слайдта қалай көрсетуге болады. Сол туралы қазір сіздерге түсіндіретін боламыз. Ал ендеше кеттік. Ең алдымен Google іздеу жүйесіне Sparkle деп жазамыз. Sparkle деп жазып, ең бірінші сілтемеге өтеміз. Так, мінекей. Қазір сайтқа кіріп жатыр. Одан кейін осы жерде жоғарыда аккаунт деген болады. Соның үстінен басамыз. Сосын төменде or log in using Google деген болады. Осының үстінен басамыз. Өзіміздің Google аккаунтпен кіреміз. Мінекей қазір загрузка жүріп жатыр. Кірдім. Осы жерде бізде видео scribe деп тұрады. Яғни видео scribe, дұрыс. Осының үстіне download дегенді басамыз осы жерде. Бізді сол кезде официальный видео scribe-тың сайтына лақтырады. Осы жерде қайтадан біз Google мен кіреміз. Так. Бізде мінекей болды. Енді қазір біз download дегенді басамыз. Бастым download дегенді. Осы жерде download Windows 64 бит деген шығады. Осыны тағы да басамыз. Сол кезде бізде загрузка кетеді. Өздеріңізге сіздер сохранить деп басып, скачать етесіздер. 182 мегабайт. Мен оны скачать етпеймін, өйткені уже скачать етіп қойдым. Отмена басамын. Так, мына жерге не істеймін? Мына былай сверт етіп қоя салайын. Мінекей мен уже оны скачать етіп қойдым. Енді осы бағдарламаның үстінен 2 рет басамыз. Бізде установщик Windows ашылды. Next басамыз. Next, install. Қазір бізде установка жүріп жатыр. Так, мінекей болды. Осы жерде я принимаю условия лицензии дегенді басамыз. Установить. Да. Енді күтеміз. Мінекей уже установкасы аяқталды. Закрытты басамыз. Сосын күтеміз кішкене. Так, мінекей жасыл толды. Даны басамыз. Тағы да жасыл толу керек. Осыны күтеміз жасылдың толуын. Болды мінекей. Мына жерде птичканы алып тастаймыз. Финишті басамыз. Байқасаңыздар, бізде видео scribe деген жерде бізде бағдарламаның ярлығы шықты. Енді осы бағдарламаның үстінен 2 рет басамыз. Так, мінекей біз бағдарламаға кірдік. Мына жерде create a new account деген басамыз. Бізді сайтқа лақтырады. Енді осы жерде or use your Facebook Google деп тұр. Google деген таңдаймыз. Өзіміздің Google аккаунтпен кіреміз. Далее. Қазір бізде уже переадресация кетеді. Кетіп жатыр қазір. Мінекей жіберді. Енді осы жерге парольді жазамыз өзімізге ыңғайлы. Болды. Submit. Мына жерде agree'ді басамыз. Болды. Submit. Болды. Енді не істейміз? Свернуть етеміз. Бағдарламаға барамыз. Мына жерге логинді жазамыз. И парольді жазамыз. Сосын логин дегенді басамыз. Бізде қазір загрузка жүріп жатыр. Күтеміз кішкене. I agree. Неке ашылды. Welcome Muslim деп тұр. 7 күнге тегін. Мына жерге птичка қоямыз. Don't дегенге. И сосын птичканы басамыз. Ары қарай жалғастырамыз. Осы жерде сол жақ шетте жоғарыда бізде create a new scribe деп тұрады. Осының үстіне басамыз. Енді байқаймыз.
оң жақ шетте төменде Т деген әріп болады, соның үстіне басамыз. Енді осы жерге жасамыз. Мен мысалы жазамын. Сәлем достар. Біз бүгінгі сабақта онлайн маман бұл курсының бірінші сабағын бастаймыз. Как мен мысалы осылай жазамын. Мына жерде центрді таңдаймын. Мысалы мына жерде мен басқа шрифт таңдаймын. Мысалы Алиса деген шрифт бар, өте күшті шрифт. Так, мінекей таңдадым. Центрда тұр қазір. Сосын не істеймін? Птичканы басамын. Одан кейін үстінен басамын 2 рет. Так, мінекей шықты. Енді осы жерде бізде Grabbing Hand деген бөлім болады. Осы жерге барып, мына қолды таңдаймын. Птичканы басамын. Окейді басамын. Мына жерден птичканы. И сосын байқаса, оң жақ шетте жоғарыда бізде Play from current element деген болады. Осыны басамын. Мінекей. Менде қараңыздар жерде, яғни арт жағынан бастап жазылып кеткен. Бір настройкасы қате кеткен екен. Давай қайтадан қараймыз, не настройка екен. Так, мынаны басамыз, и так назад шығамыз. Так, мына жерге save and close дейміз. Ол үшін аты сұрап тұр бізден. Save and close, Так, мынау екен. Қарындаштың үстінен басамыз. Птичканы басамыз. Загрузкасына кіреміз. Осы жерден 2 рет басамыз. И так, мына жерден таңдаймыз енді. Бізде қараймыз, реверсия деген, яғни осы жерде птичка қойылып кеткен, соны алып тастаймыз. Болды. Енді так, мынаны басамыз қайтадан. Мінекей. Сәлем достар, сіздермен бірге Муслим Муса каналы. Біз бүгінгі сабақта, яғни біздің бүгінгі видео сабақта онлайн маман бол курсының бірінші сабағын бастаймыз. Ал ендеше барлығыңызға сәттілік. Мінекей дәл осылай уже жасадық.